Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ұбт 2023 нұсқаның 16 есебін бөлек қарастырып көрейік. Бөлек бір формула шығарып көрейік. Біз білетін бір формула бар еді ғой, жолдары бір-біріне тең болғанда. Жолдар бір-біріне тең болса, значит, бірінші жол s бөлінген 2, екінші жол тоже s бөлінген 2. Екі жол бір-біріне тең болған кезде біздің формуламыз қандай болушы еді? V орташа тең 2v1 v2 бөлінген екеуінің қосындысы. Осылай еді. Хорошо. Жолдар бір-біріне тең. Енді біз былай жасайық. Бізде қанша бөлік бар? 3-тен 1 деп тұр ғой, 3-тен 1. 3-тен 1, значит, 3 үстінде 1. S. Ал қалған бөлігі, значит, 2S бөлінген 3. Бұл жердегі мынау. Бірінші 3-тен 1 бөлігін n деп жазып қояйын, ал екінші бөлігін мен m деп жазып қояйын. Енді бұл жерден 1 мен 2-ның қосындысы 3 емес па? Демек, 3 неге тең болады? Әріптермен көрсететін болсақ, n мен m-ның қосындысы ғой. Енді мына формула қайдан шықты, соны бір сіздерге түсіндіруге тырысайық. V орташа тең. Барлық жолдың қосындысы бөлінген барлық жұмсалған уақыт. Менде 2 жол бар, менде 2 жұмсалған уақыт бар. Так, кеттік. Бірінші жол. S деген жол жүреді. Жалпы бөлік саны n қосылған m. Бірінші жағында тек қана n деген бөлшек жүреміз, значит n. Ал екінші жағында, наоборот, m. S бөлінген n қосылған m. Хорошо, былай бөлеміз. Неге бөлеміз? Уақытқа. Уақыт дегеніміз не? Уақыт дегеніміз жол бөлінген жылдамдық. Бірінші жағында жүрген жолы ns бөлінген n қосылған m. Ал бірінші жағында жүрген жылдамдығы v1. Екінші жағында ms жүрген жолы n қосылған m. Ол жерде жүрген жылдамдығы v2. Ортақ бөлім береміз. Мына жаққа v2-ден, мына жаққа v1-ден. Так, не істейміз? Бұл жердегі мына s жақшаның сыртына шығаратын болсам, n мен n қосылған m қалып қояды. Значит, үстіндегі n қосылған m, астындағы n қосылған m қысқарып кетеді. Так, бұл жерге қысқарып қойып қояйық. Ну, жалпы не шығады екен? Жалпы үстінде, былай жалғастырып жатырмыз. Былай үстінде s шығады. Ал астында не шығады? Ал астында s-ті тоже жақшаның сыртына шығарайық. S жақшаның сыртына шығаратын болсақ, не қалады? n көбейтілген v2 қосамын. m көбейтілген v1. S жақшаның сыртына шығарып жібердім. S пен S қысқарып кетеді. Ал оның бөлімінде n қосылған m и v1 көбейтілген v2. Бөлімнің бөлімінде тұрғандықтан, мынау не істейді? Ең үстіне шығып кетеді. Формуламыз қандай болады екен? n мен m-ның қосындысы жалпы бөлшектер саны. Қанша бөлгіші бар? Қанша бөлшегі бар? Екеуін қосамда жалпы бөлшегін и v1 мен v2-не көбейтемін, и астында керісінше v1-ге m-ді көбейтемін, наоборот. Қараңыздар. Бірінші жылдамдығы 10 еді ғой, ал оның жүрген бөлігі n. Бізде наоборот екен. m-ді v1-ге көбейтіп, ал n-ді v2-ге көбейтеді екен. Значит, m-ді v1-ге, ал n-ді v2-ге. Мынау біздің формуламыз. Бұлай басталады, осылай аяқталады. V орташаның формуласы. Так, енді осы формуланы біз қолданып көрейік. Мына формулада осыдан шықты. Короче, оны да айттық. Ал енді қолданып көрейік. V орташа тең. Жалпы 3 бөлік бар ғой, 3. Значит, 3 деп жазам үстіне. Бірінші жылдамдық 10, екінші жылдамдық 5. Ал бөліміне. Біріншісінің n-і қандай еді? 1 ғой. Ал екіншісінің m-і ол 2. Значит, бірінші жылдамдығым 10, екінші жылдамдығым 5. 10-ды неге көбейтем? Екіншісінің бөлшегіне қанша бөлігін жүреді екен? Екінші бөлігін жүреді. Значит, мен мына жақтан наоборот 2-ге көбейтем, амнан наоборот 1-ге көбейтем. Сөйтіп, үстінде 3 көбейтілген 50, ал астында 2 көбейтілген 20, қосылған 5, 25. Екеуін қысқартамыз, 2 болады 6 километр сағат. Жауап болады А. Так, получается, мына бөлек формуланы жаттап алсаңыздар болады. Бұл жердегі n қосылған m жалпы бөлгіштер саны.
Ал астында бөлімінде мына n мен m наоборот. Наоборот дегенімізде біріншісінің жүрген жолы, екіншісінің жүрген жолы бар. Біріншісінің жүрген жолы қандай болса, қай бөлшегі? Мысал ретінде бір көрсете салайық еще раз. 5 пен 3 болса, мына жерде 5-тен 2 ғой. Сонда мына 2-ні наоборот не істеймін? Мына жаққа жазамын. Өйткені ол m болып тұр. Мынау менде m. А мынау менде n. Ал ол 3-ті наоборот мына жаққа жазамын. Короче, мына формула, может быть, білмеймін, кейбіреулерге қиын болады шығар. Бірақ жаттап алса, по идее, оңай, түсінсе оңайырақ болады. Ал негізгі любой формуланы орташа жылдамдыққа қатысты, мынау негізгі формуламен шығара берсе болады. Есеп 100% бәрі дұрыс шығады. Осымен шығарып үйренсе, вообще супер болады. Жарайды, рахмет сіздерге, аман сау болыңыздар.